Сайлау науқаны басталғалы, біраз жігіттер өрістен қайтқан енесін енді тапқан қозыдай жамырап, бір партия тауып бауырына кіріп жатыр. Партияны олар емеме, партия оларды емеме, уақыт төреші. Ал өзім еш партия топта болмасам да, тағы да бақылаушы болып, бір сайлау учаскінің қанын ішетін боламын. 2005 жылғы президент сайлауында Әділетті Қазақстан атынан түскен Жармахан Тұяқбай ағамыздың сенімді өкілі болып, дорожник деп аталатын жердегі мектепте тамақ ішпей бақылаушы болып, протокол жасалғанға дейін отырып таңда кеткен едім. Ол кезде тұңғыш бақылаушы болуды Асылбек Қожахметов ағамыз үйреткен еді. Одан бері де бақылаушы болып келемін. Өткен жолғы ұлт тағдыры атынан сайлауға бақылаушы болып, ұлттық кардиохирургиялық орталықтағы учаскеде жұмыс істеп, протокол жасалғанша отырып кетіп едім. Сайлауда кім жеңсе, ол жеңсін, төбеде Құдай бар ғой, адал санайық, таза істейік деп сөз сөйлеп едім. Айналып кетейін, сайлау комиссияның төрағасы болған жасы үлкен ағамыз келісті және сөзінде тұрды. Егер ерінбей аңдып, ар ұятын ұятса, сонша ұятсыз халық емеспіз ғой, ойланады. Келе жатқан сайлауда тағы бақылаушы боламын. Мүмкін ОСДП, мүмкін Нұр Отанның атынан, бірақ бір учаскені тырып еткізбей ұстайтын тәжірибе бар деп ойлаймын. Сайлауға қатысу керек, бақылау тіпті керек.